Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Бүгін жұма. Жұмада деген тілектеріңіз қабыл болсын. Мен бүгін бір керемет істермен оймен бөліскім келіп отыр. Осыны өзім қолданам. Енді сіздердің де қолдануларыңызға бұл жолда кеңес беремін. Мысалы дос дейміз де. Досқа қандай адамдарды таңдауға болады? Кімдерді досың жанында жүрген, кімдерді досың емес, соны анықтауға болады. Өте керемет, мықты. Қазір сіздерге бір тәсіл айтамын. Мысалы, қазіргі заманның осы нелеріне байланысты, осы заманның осы сеттерді, осы Инстаграм, интернет, сол жүйелерді пайдаланып отырып, досыңның кім екенін анықтап алу жолдарын көрсетемін. Өте қызық, керемет. Осылай шын дос дейді. Шын дос сіздің қуанышыңызға қуана алатын адам деп айтады. Үнемі айтады осыны. Кез келген жерде айтады. Шын сенің қуанышыңа қуана алатын адам ол сенің шын досың болып есептеледі дейді. Ал енді қайғыңа кез келген адам ортақтаса алады екен. Мысалы, сен танымайтын адамда, мысалы менің басымда қайғы болса, айта алады мысалы. Мен сенің қайғыңа ортақпын деп саған көңіл айта алады, көңілін білдіре алады. Дәл сол секілді өтеде жақсылыққа да сондай қосыла алатын адамдар болады. Мен өзімнің жанымда адамдар бар, кәдімгідей менің жақсылығыма қуанатын адамдар бар да, кәдімгі менен бұрын қуанатын адамдар жанымда бар. Міне сол сіздің жақсылығыңызға қуанатын адамдар болса, онда сіз бақыттысыз да. Егер сіздің жақсылығыңызға қуана алмайтын адамдар болатын болса, онда жағдай қиын. Сондықтан оларды анықтай, ондай нелерді анықтаудың бір-ақ жолы бар. Осы бір өзіңізге жақсы, бойдақ қыз болсаң, қасыңызда подружкаңызды сынағыңыз келсе, дос па, дос емес па, бір керемет жігітпен танысыңыз да, сол подружкаңызды таныстырыңыз. Мына менің жігітім, болашақ үйленейін деп жүрген жігітім, осындай жігітпен таныстым деп па, бір керемет, бір сұлу, ақшасы бар, машинасы бар, бір нормальный адамды таныстырып көріңіз. Сол кезде сол жігітке, сол сіздің тапқан жігітіңізге подружкаңыз қуана алатын болса, онда ол сіздің досыңыз болып есептеледі. Яғни ол сізді қуанды ма, қуанбай ма, оның бетіне реакциясынан белгілі, көзінен белгілі сразу. Содан білуге болады. Ой, қандай керемет, жарасып тұрсыңдар. Мен саған осындай жігітті бұрыннан тілейтінмін деп айтып қуанып жатса, сізбен бірге бақытты болыңдар деп, ол кезде ол сіздің досыңыз болып есептеледі. Ал егер ол сізге еш нәрсе айтпай, үндемей, наоборот, ой, қойың, ананың жаман жақтарын көріп, саған соны айтатын болса, онда ол сіздің таза досыңыз емес. Оны өздеріңіз де байқайсыздар. Мысалы, үстіңізге жақсы бір көйлек киіп алыңыз, сатып алыңыз да, соны не қылыңыз, көрсетіңіз ең жақындарыңызға. Кім сізбен бірге сол көйлекті алғаныңызға қуанады, ол сіздің жақын жанашырыңыз, ең жақын жанашырыңыз болып есептеледі. Досыңыз, жанашырыңыз бәрібір. Бұның ішіне барлық кетеді. Туысқан, барлығы. Даже туысқандарыңыздың өзінің іші тарылып қалуы мүмкін да, сіз сондай керемет өзіңіздің өзгерістеріңізді, керемет нелеріңізді, сондай жақсылықтарыңызды көрсеткен кезде кім сізге қуанады? Мысалы, көйлекті алсаң, керемет, қайдан алдың, маған мен де киіп көрейінші, сондай керемет, әдемі жарасып тұр, пулсың өте керемет сенің деген секілді комплименттер айтып, соған қуанып жатсыз, онда ол сіздің жанашырыңыз. Ал егер сізге оны жасамайтын болса, ол сіздің жанашырыңыз емес. Ол кез келген уақытта сізден секіретін адамдар да. Енді тағы бір мысалы, осы соцсеттер арқылы сіздің достарыңызды анықтаудың бір жолы. Мысалы, сіз блогерсіз, немесе сіз осы жақында осы интернет жүргізіп жүрсіз, Инстаграм жүргізіп жүрсіз. Сол кезде сіз өзіңіздің посттарыңызды саласыз, посттарыңызды жазасыз, история қоясыз, немесе сіз бір тренинг өткізейін деп жатсыз, немесе тағы бір жақсы іс-шаралар өткізейін деп жатсыз. Сол кезде сізбен бірге атсалысып, сіздің нелеріңіз сіз айтқызбай-ақ репост жасап, жан-жаққа таратып, сізден бұрын сіздің алдыңызда қызмет жасап жүр ма, онда ол сіздің жанашырыңыз. Ал сіздің жасап жүрген нәрселерін жаныңызда адам даже оқымай ма, лайк баспай ма, коммент жазбай ма, сіздің мән бермей ма мысалы, онда ол сіздің қасыңызда жай ғана сізді бір қажеттіктерге ғана пайдаланып жүрген адам болады.
осылай ғана тауып аласыздар да жадыңыздағы адамның кім екенін. Ол адамдарға сіз мынаны лақтырып жіберші, статусыңа қойшы, немесе анда жіберші, мында жіберші деп айтпайсың, олар өздері жасайды да. Өйткені ол сіздің негізге қуанатын адамдар. Мысалы менің арамда, осы менің өзімнің командамда, қазіргі осы біздің құрып жатқан команданың ішінде осындай адамдар бар. Мысалы мен үшін қуанатын адамдар бар да. Мысалы оның аттарын атап айтпай ақ қояйын, бірақ осы команданы құруға аға сіздің қолыңыздан келеді, жасаңызшы, осындай жүгіріп жүретін адамдар бар да. Сізден бұрын қуанып, сізден бұрын осыны елдің бәріне айтып, өзінің бүкіл туысқандарына айтып жүрген адамдар бар да. Мысалы осындай білім бар, осыны жасаңдар, адамның ойы деген болады. В общем, осыған қатысты нәрселерді сізден бұрын таратып жүрген адамдар болады. Өзі пайдаланып басқа мынадай да адамдар бар. Пайдаланып тымпиып еш нәрсе айтпайды, саған да айтпайды, ешкімге айтпайды. Өзімен өзі тек қана өзінің қарап қалған қобасын ойлап жүрген адамдар да бар. А бір кісілер бар, мысалы өзінің проблемасын айтпай тұрып, аға сіздің проблемаңыз қалай, үнемі мен өзі проблемамды айтамын, сіздің жағдайыңыз қалай дейтін адамдар да бар да. Міне сіздің жанашырыңыз, бұл сізді ойлап тұратын адамдар да. Міне осындай адамдар, сіз анықтай аласыз өзіңіздің жанашырларыңыздың кімдер екенін. Енді тағы бір нәрсе, сізде шынымен жанашыр адам бар ма? Біз бұны эксперимент жасап көрдік. Бұлай ойша, қазір мен мысалы өліп кетуім мүмкін. Мен білмеймін да, қазір тірі кезімде балдарыңызды аманаттап кете алатын адамдарыңыз бар ма? Яғни мен осы балдарым өліп кеттім, әйелім өліп кетті, екеуміз бірге өліп кеттік, балдарым жетім қалайын деп тұр. Соны дәл қазір аманаттайтын адамыңыз бар ма? Осыған ойландыңыз ба? Мысалы осыны біз эксперимент жасап көрдік, арамызда ондай адамдар табылды. Баласын аманаттайтын адамдар бар екен де. Егер сіздің балаңызды аманаттайтын адамыңыз болатын болса, ең шын жанашыр адамыңыз сол болғаны да. Яғни сіз осы өзіңіздің шын жанашыр адамыңыздың бар екенін осылай ойланып көрсеңіз болады. Енді бұл қиын шаруа болуы мүмкін, бірақ бізде осыны эксперимент жасаған кезде шынымен болады екен. Рахмет сіздерге, осы кеңес пайдалы болатын болса, өздеріңізге пайдаланыңыздар.